эксклюзив. Мен осыны жеймін. Кокоман жасай, бәрі жерде жүрген мына кісі. Грелка шығаратын заводта істеген негізі процесстің бәрін біледі. Қызық болады бүгін, күтіңіздер. Трак бірсін әзіп сүрт жерін. Брат, трак бірсін әзіп сүрт жерін. Мен магазинге баратын аутфитім. Көк жампыр киіп алғам. Осындай кепканы кием, әміл бейтін. Бай, барашка, North Face'in. Кореяда көшеге шығатын болсаңыз, сіздің аксессуарыңыздың ең басты атрибуты ол маска. Алға шығатын кезде маска тағуды ұмытпаңыздар. Магазинге баратын кезде пакет алып, оны мусор қылып жүргенше, осындай бір шопер алып алыңыз. Барлық жерге ыңғайлы, сосын стильні. Жұмыстан сағат 9:30-да келдім үйге. Үйге келсем, үйде тамақ жоқ. Еламан тамақ ішіп алыпты. Өзім қарным ашып тұр, бірақ тамақ жасауға еріндім. Бір жақсысы, Кореяда магазиндерде тамақ жеуге болады. Барып, таңдап алып жейсің. Қазір мен сіздерге обзор жасаймын. Магазиндерде қандай тамақ жеуге болады, бағалары қанша, және қандай қызық заттар сататын. Мен жанымда Нұрайка бар. Нұрайканы алып кеттім. Қызық болады бүгін, күтіңіздер. Қазақтар магазинде қайтып киінеді. Кореянкалар қалай киінеді. Жаңа біз бір кореянка өтіп кетті. Оны түсіріп үлгерген жоқпыз. Аяғына шлепанцы киіп алған, жалаң аяқ. Үстінде пижама, ұзын курткалары бар. Сөйтіп без комплексов жүре береді. Ал біз болсақ полный нарядпен шығу керексің ғой. Бүгін тамақ ішуге Шию дүкендер желісіне келдік. Хангукша айтқанда Шию. Шию бұл Кореядағы ең үлкен алпауыт компаниялардың бірі болып табылады. Және сіздер көріп жүрген дорамалардағы скрытая рекламаларды осы Шию дүкендер желісінде түсіреді. Магазинге кіре салған кезде осындай оң жағында үйге керекті заттар сатады. Зарядкалар, неше түрлі шнурлар. Мына жерде ерінге арналған бальзамдар. Мына Милатан қараңдаршы. Менде үйде осындай бар. Мынау Кореяның атақты шлепанцылары. Бұл әрбір үйде, әрбір адамда бар шығар осы аяқ киімдер. Қыста да, жазда да, қалаға, далаға, барлық жаққа универсал. Мынау кішкентай балаларға арналған маскалар. Кішкентай балалар садикке барса да маска тағады. 3 жастан бастап бәрі тағуға міндетті. Мынау бедеге жабыстыратын атақты тейптар. Барлық жерде шошқа. Бүткіл жерде шошқаны суреті. Тамақтың бәрінде шошқа. Мен сіздерге өз опытымдан айтайын, корейский носкилер ең мықты, ең качественный носкилер. Мен 3 жыл бұрын алған носкилерімді әлі киіп жүрмін. Вообще жыртылмайды, тозбайды. Цвет те кетпейді. Әлем бойынша орыстарды ең көп алкоголь қолданатын халық деп айтады, бірақ та ол менің ойымша қате сияқты. Себебі менің байқауымша осы Кореяда тұрған 3,5 жыл уақыттың ішінде кәрістер ең көп алкоголь ішетін және оны өте жақсы қабылдай алатын халық деп есептеймін. Себебі олар үшін арақ ішу, вообще алкоголь ішу кішкентай кезінен бастап үйретіледі. Кәрістер өте көп жұмыс істейді. Таңертеңгісін сағат 9-дан бастап кешкі 9-ға дейін 6 күн. Сондықтан бұлар стресстерін сондай алкоголь ішу арқылы шығарады. Соджу туралы айтып өтейін. Ол корейский дорамаларда көп көретін алкоголь болып табылады. Барлық дорамада соджу туралы міндетті түрде бір сцена болады. Бір көрініс ба? Барлық дорамада соджу туралы міндетті түрде бір көрініс болады.
ол кәрістердің ұлттық алкогольдік сусын десек те болады. Бұл зернадан жасалынады. Суджу 13 градустан бастап 45 градусқа дейін болады екен. Бірақ енді ол нәрсе бізді особо қызықтырмайды. Кореянкалардың бәрі кішкентай кезінен бастап соджу ішіп үйренеді екен. Ата-анасы кәдімгідей дәстүр бойынша соджу ішуді өздері балдарына бірінші үйретеді. Және де тағы бір қызық факт айтып өтейін. Жұмыстарда осы кәрістерде мынандай бір дәстүр бар. Бәрі бірігіп аптасына бір рет соджу ішеді. Бұл міндетті түрде жаңа пивомен қосып соджуды араластырып сөйтіп ішеді. Бұл дәстүр болып саналады. Мына бұрышта кептірілген кальмар. Нұрайға сұрақ. Кальмар жеп көрдің ба? Жеп көрмеймін де. Жеп көремін мен дейсің. Жеп көремін. Ал менің опытымда мен кальмар жеп көргем. Жұмыста тамақта берген, бірақ маған онша ұнаған жоқ. Қатты болады. Там онша емес. Білмеймін өздері қалай жейтін. Әнім ғой мына жәнім. Кішкентай майонез. 50 грамм. Мына жерде витаминдер. Кәрістер витаминдерді өте көп қолданады. Ал мына жерде кофелер, өздерінің брендтары Максим деген. Тоже кофелер. Хангуктар кофені біздің қазақтар чай ішкен сияқты ішеді ғой. Хангуктар туралы тағы да бір факт. Хангук дегеніміз ол кәрістер өздерін хангук деп айтады. Тағы бір факт, олар әлемдегі ең бір перфекционист халықтардың бірі болып табылады. Оған дәлел мына заттардың аккуратно қойылғандығында енді шек жоқ. Давай. Мынаның бәрін өзім де білмеймін ғой не екен. Так, мынау растительное масло, тамаққа қосатын сұйық майлар. Мына жерде майонез, кетчуп, неше түрлі соустар. Мынау кимчиға қосатын соустар. Мына жерде консервированный ананас, абрикос консервированный, балық. Мынау не? Нани? Білмеймін, короче, бір нәрсе. Консервированный құрт. Осыны аламыз ба? Консервированный құрт. Давай сен қазір жеп көр. Бүгін эксклюзив. Мен осыны жеймін. Десең, түсті ма? Ужас. Уже остальные неинтересно. После этого. Қан, соус. Мына жерде ким? Морская капуста. Ким деп аталынады. Өте дәмді. Ким аламыз ба? Мына қатарда креветкеден жасалынған заттар сатылады. Бұл креветкеден жасалынған луковицалар. Мынау креветкеден жасалынған крекер. Мынау креветкеден жасалынған чипсы. Мына қатарда мынау куриный наггетсы дейді. Мен бірақ мынаны жек көрмеймін. Мына жерде қалай куриный наггетсы сақ қойған түсінбей тұрмын. Кореяда негізі фасоль қатты жақсы көреді. Фасольдан арналған мороженое, фасольдан жасалынған каша, мынау фасольдан жасалынған снэк. Білмеймін даже дәмі қандай екен. Мен жеуге де желание жоқ, если честно. Мынау енді өзіміздің чипсы бар, бұлар белгілі. Мында не бар? Протеин чипсы дейді. Қызық мынаны жеп көру керек. Мынау обычный чипсы бар, сырмен жасалынған. Мынау помидор қосылған чипсы. Картофельные чипсы, кукурузные чипсы. Мынау сладкая картошка. Кимчи қосылған чипсы бар еді ғой. Ал мына қатарда попкорнның түрлері бар. Мынандай дейсің ба? Острый чипсы. Бұл Кореяда острый деген нәрсе в прямом смысле острый ғой.
Так, не алсам екен. Андай бір эксперимент жасаңыз, шынымды айтсам, онша желанием болмай тұр. Мына жерде бір қызық зат бар екен. Угума дейді. Мынау сладкая картошка, мына жерде сливочное масло тұр, мына жерде бал, мына сухарики, бәрі қосылып бір күшті бір нәрсе бар сияқты мынаның ішінде. Осыны алайық, жеп көрейік, дамдар. Сіздерге қазір бөлісеміз, қандай екен. Корея маркетинг бойынша әлемдегі ең дамыған мемлекеттердің бірі болып табылады. Мысалға Кореяда қандай да бір жақсы жағдай болып жатса, жаңа дорама шықса, соның актерлары, сол басты кейіпкер бүткіл жерде жүреді. Барлық жерге суреттерін іліп тастайды, шоколадта, сүтте, барлық жердің рекламасында жүреді. Оған бір дәлел осы шоколад. Мынау бафтың орехтары, мен бұларды қатты жақсы көремін. Мен сіздерге алдыңғы видеомда, алдыңғы блогта айтқан болатынмын. Осыны біреуін аламыз ғой деймін. Мынау орех ореомен жасалынған, қызық болып тұр. Мына қатар енді ешкімде қызық емес шығар. Бұның барлығы Қазақстанда бар ғой. Только Қазақстанда Hershey's деген шоколад бар ма жоқ па білмеймін. Бұл американдық бренд. Маған осы шоколадтар қатты ұнайды. Достар, бұл Джин. Джин BTS тобының мүшесі. Джин рамен деген раменға реклама жасайды. Кореяда бұл өте атақты рамен. Бәрі жақсы көреді. Сонқымен, тағы да сонқымен бұл Кореядағы атақты фудпат. Достар, маған көбіңіз рамен жегенді түсірші, рамен туралы түсірші деп айтыпсыздар. Бірақ өкінішке орай мен рамен жей алмаймын, себебі барлық раменда шошқа қосылмаған нақты білмейміз, бірақ сыртында құрамында шошқа бар деп жазылған. Сондықтан рамен жемейміз. Енді басында келгенде білместікпен кішкене жедік. Қазір рамен жемеймін. Кейбір рамендар кейде тауып аламыз, шошқаның еті қосылмаған, шошқа деп жазылмаған. Сол кезде мүмкін түсіремін. Холодильниктің ішінде полуфабрикаттар, манду. Мына жерде мороженое. Айттық қой, барлық жерде жүрген мына кісі. Мына қатарда сүттер. Мына Кореядағы ең атақты банановый және клубничное молоко. Біз осыны аламыз. Что за милота? Что за милота? Сырдың неше түрі бар. Бұны раменға қосып жеген жақсы көреді. Мына жақта парда піскен жұмыртқалар. Таңғы асқа әдетте осындай вареный жұмыртқа жеген жақсы көреді. Мына қатарда дайын пісірілген тамақтар. Бұл краб, королевский краб. Мынау чикен дейді, шошқа. Мыналардың бәрі шошқадан жасалған сосиски. Әдетте осындайды таңғы асқа жейді. Токпоки аламыз. Осы токпоки жеп көреміз қазір. Мына жерде магазинде мына пісірілген дайын күріштер. Дайын тұрған күріштер. Күрішті бұлар нанның орнына жейді. Бұлар күріштен жасалған кашалар. 4,5 мың тұрады бағасы. Мынау кофе жасайтын аппарат. Осы жерден әркім өзі самообслуживание келіп, қалағанша кофе жасап алып кетеді, тек ақшасын төлеу керек. Мына жерде сладкая картошка тұр, соның біреуін аламыз. 1000 вон тұрады екен. Сосын чикен аламыз. Самида. 코코만 주세요. 하나요. 치킨도 주세요. 치킨 2개요. 이거 스파이스? 매운 거? 이거 뭐요? 아, 이거 안 매운 거 맞아요. 아, 하나.
ет жейін деп жатырмыз. Қазір Нұрайка дайындайды. Мына топокидің өзі соустарының бәрін қоспай ақ қоймайды. Слишком иә ашты болып кететін шығар. жетеді. Мына жерде өзі арнайы ыстық су бар. Топокиға ыстық су құйып аламыз. Chicken salsa барлық жағдай жасалынған. Мынау өзі 30 секундта жақсы жылиды. Кореяға келген кезде мені қатты бір таңғалдырған, былайша айтқанда шок қалдырған бір зат бар. Ол грилка. Мен өзім осы грилка шығаратын зауытта істеген, негізі процесін бәрін білем қалай шығаратын. Бұның ішінде там өзінің химический бір нелер бар, ингредиенттер бар, қосатын және көмір бар. Мынаны ашасың, ішінде бір 4 бұрышты қапта көмір салынып тұрады. Бүйтіп қолыңызбен екесе көмір өзі ысиды, сөйтіп сізге жылылық береді. Күн суығында осыны ысытып алып қалтаңызға салып жүрсеңіз жаурамайсыз. Мына әдемі упаковкамен чикен мен картошкасы бар. Мәдінсін-ай! Ну что за милота? Вау! Дәмі түсініксіз. Сухарики обычный. Тәтті, бірақ тұз бар. Зелен дәмі шығып тұр сәл. Қанттың дәмі шығып тұр. Так. Мен 10-нан бір 5 деген баға берем. Қалай екен? Нормально негізі. Бірақ маған қатты ұнаған жоқ. Бір 10-нан 4, либо 5. Ненің дәмі бар? Қандай дәм? Қалай? Хрустящий күшті екен, да? Мед. Сладковато, что-то непонятное, короче. Енді токпоккиіміз пісіп қалған сияқты. Мен былай тұройын. Ашайын ба? Не аппетитті көрініп тұр. Токпокки пісіп па өзі? Мне кажется, бұны қайтадан бір рет неге қойып жіберу. Микроволновкаға жөндеп жатырмын. Шын мынандай.
қатты ұнап тұр. Бір ауылдың иісі шығады мына картошкадан ше. Түтіннің иісі шығады. Ауылын сағынып кеттім. Ата мен апамды сағындым. Вкусно. Маған ұнап тұр. Дәмді екен. Іші сәл күйіп піскен. Сонысымен ерекше болып тұр. Дәмді. Кәрістердің өте сүйікті тамағы бұлар. Таңғы асқа, түскі асқа, кешкі асқа да жей береді. Кимпап және студенттердің, мектеп оқушыларының былайша айтқанда обеті деуге болады. Олар осы тамақты өздерімен бірге алып жүріп жейді. Осы кимпапты дамытып көреміз қазір. Кимпапты ашатын кезде негізі бұл лайфхак көп ешкім біле бермейді. Ана жерде көрсетілген қандай скотч көрсетілген, осыны бүйтіп шешетін болсаңыз, өстіп екіге бөлінеді кимпап пакеті. Сөйтіп мына жоғары жағын бүйтіп алып тастаймыз. Сол кезде мынау қолыңыз бұлғанбас үшін осылай қалдырады да, беткі қабаты осылай дамытып көреміз. Әзірге киіммен күршін ғана жедім. Өте дәмді, маған қатты ұнайды. Бұның ішінде сәбіз бар, пияз бар. Ет бар ма şimdi? Бірақ мен сыртында соқой деп жазып тұр. Значит, соғу. Значит, соғу дейін жаңа төжей дегенді көрмедік қой адам. En sonunda napastel dessert дейміз. Бұл орех, ішінде орео қосылған. Көрейік қандай екен. Көмшеттен деп жатырмын мен. Вкусно. Значит, орех емес екен, оказывается. Крем. Бетінде орех печенье өгіп тұсаған ба? Мен ұнады. Өте дәмді екен, маған қатты ұнады. Қалай екен? Ортасында криспи, воздушный печенье, воздушный печенье бар, сыртында орео. Шынымен де дәмді екен. Бір ұнаған нәрсеміз осы болды.
менің блогым осымен аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Ұнаса лайк басып комментарий жазып, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздерді қатты жақсы көремін. Сараңе!